Сәлем достар, сіздермен бірге Құралай күн сайын. Мен өзім таңғы асты жалғыз ішіп отырмын. Жалғыз болған кезде сіздерде де солай ма? Мен жалғыз болсам ешқандай тамақ ішпеймін, тек қана шай ішіп отыра беремін. Сіздер де сондайсыздар ма? Міндетті пікірге жазыңыздар, мен үшін білу қызық. Түскі ас дайындап түскі ас ішу қажет. Қазір сіңілім оқудан келеді, соған қарата түскі ас ішетін боламыз. Кеше сатып алған орамал. Көлемі үлкен. 120-да 120. Бұл яғни платок орамал кәдімгі үшбұрышты етіп тағатын. Және мынандай шарф. Түсі фиолетовый. Және де сіңілім өзіне кофта алды, мен де алдым, кофта алдым. Сіздерге сатып алған заттарымды көрсетейін ба? Мой покупки деген қалай қарайсыздар? Біз үйден шығып бара жатырмыз. Әлі шығайын деп. Я же без макияжа, не показывайся. Қойшы, мен де макияжсыз. В общем, мен киініп алғанмын. Қолымда бір стакан шайым бар. Ана қызды күтіп отырмын. Бүгін ода посвящение қазақшасы қалай болады? В общем, бірінші курс. Студенттерді қарсы алу. Ол қызда бүгін студенттерді қарсы алу күні. Сондықтан ол шашына себетін лак для волос алайын деп жатыр. Оған прическа жасау қажет. Прическа кім жасайды? Біз шықтық. Жарысын түрін көре беріңіздер. Мен ұйқым келіп тұр, түрін көрсетпей қояйын деп па. Дәл осы фотоны YouTube таңдап алып, афишаға қояды. YouTube умеет это. Маған еще ватман алу керек еді фотоға. Қайдан беріңіз? Қайдан сақпат? Қайдан болсын? Ең орамалым қисайып тұрды. Біз магазиннен шықтық. Плойка алды, колготки алды, және нан алдық. Қандай чувстводасың? Перваш? Көйлекке деген ақшасын? Шашыма жұмсадым. Көйлекке деген ақшаға плойка алдым. Масло алдым, қына алдым, прелест алдым, колготки алдым. В общем, солай. Бір көйлекке сонша ақша қоса, лучше сондарын ала саған дұрыс қой деп қояды. Өзім просто көйлек таппадым. 2 күн бой, 3 күн бой қатарынан көйлек іздедік. Бірақ мына кісінің көңілінен шығады, көйлек таппадық. Сіздерде де сондай жағдай бола ма? Өзім де тым ерте айтқам ғой. 3 күн қалғанда. Біз ол кезде 2 күн қалыпты жүрдік ето. Екенін. Бір кісі күнде шатыстыр жүрдің. Жолдан өту керек, біз енді машина тоқтамайды. Машина көп, соны күтіп тұрмыз тоқтаған. Біздің жолдан өтеміз. Олмандар. Қыстық колготки. Мне көптен кетеді. Утепленный начеспен кәдімгі қарапайым. Және де шашқа арналған лак. Шашқа арналған плойка 2,5 метр тұрады. Және де невидимка 100 теңге тұрады. Стикер өзіме алдым. Науда маған биосбаланс. Және де мындай невидимка стразасына. Бұлардың штугы 100 теңге, ананың упаковкасы 100 теңге. Осындай заттар алып келдік. Қазір біз Маралды посещениеге кетуіне дайындаймыз. Мен бөлмені қысқаша көрсетейін. Мына жерде мен
сататын посудаларды суретке түсіріп жатырмын. Барлығын суретін өзім түсіремін. Мінекей заттар, упаковкалар, пакеттер, бұның барлығы шашылып жатқан емес, наоборот, суретке түсіріп жатқан жұмысымыз. Ана жерде вафельница тұр. Сондықтан осының барлығы осының қажет заттар. Мен әзірге тек қана мынаны ғана суретке түсіріп үлгердім. Қалған заттарды суретке түсіретін сияқты. Біз алған плойкамыздың несіне қарамағанбыз ғой, сыртына қарағанбызды. Міне, сыртын көрсетейін да. Сыртында, как обычный плойка сияқты, да? Иә. Ал өмірде Ата кудри істейтін плойка. даже бір палец сенді жіңішке. Міне, қараңыз, мені осылай келу керек пе? Ұнап тұр маған. Маған да ұнап тұр. Қойғандар. Либо профессионал қойып жатыр, либо әдемі. Артынды көрсе шашын. Мінекей біздің шашымыз дайын, шашын істеп қойдық уже. Ал мен боянып алдым. Иә. Ұнады ма саған прическа? Әрине. Қолы алтын ғой. Басында салонға барамыз ба деп ойладық, сосын плойка сұраймыз ба деп ойладық, нәтижесінде біртүрлі плойкамен әдемі прическа жасадық. Иә, өте әдемі шыққан сияқты менің ойымша. Керемет. Өзіне ұнап тұр. Бұл қыз негізі көп нәрселерді ұната бермейді онша. Иә, мен жаман капризнаймын ғой. Әсіресе макияж деген нәрсені көбінесе. Бір өстеп берген кезде, даже прическаны бір өстеп берген кезде ұнатпаймын. Міне мынандай көйлек киіп алған. Әдемі жылтыр көйлек. Тізі тұрсайшы. Ой. Айтасың мен подписчиктер. Қолы алтын қызға жазылыңыздар. Подписчиктеріңіз ғой, да? Лайк басып қойыңыздар қолы алтын қызға. Сосын не деймін? Басқа не деймін? Маған сәттілік тілеңіздер. Хотя олар уже ертең қарайды, да? Мен өзім тілеймін саған. Барша оқырмандардың атынан саған сәттілік тілеймін. Сіздерге де күндеріңізге сәттілік. Бізді қарап отқандарыңызға рахмет. Аман есен барып қайт. Амин. Жаным менің алтыным. Ой. Еркелетіп жүрді. Далада қараңғы. Жаңбыр тамшылап жауып тұр. Прям күздің күні болып тұр. Өте күшті. Қатты салқын да емес, суық та емес, күшті погода болып тұр. Нағыз серуендеуге қолайлы погода. Осыдан алдыңғы видеода дайректке жанып тұрған шамдар қандай шамдар деген сұрақ келді. Ол кәдімгі мынандай гирлянда, яғни жаңа жылда леді ғой, сондай кәдімгі гирлянда топқа тығу арқылы жұмыс жасайды. Ұзындығы ұзын өте. Осындай. Алматыда далада қар жауып жатыр. Ертең аппақ болып тұра ма екен? Өте қызық көретін боламыз. Кәдімгідей қатты жабақтап жауып тұр. Баршаңызға қайырлы түн. Келесі видеоблогта жүздескенше.